Ассаламу алейкум. Сендермен Адик Электрик. Парақшама, видеома қош келдіңіздер. Менің парақшама тіркеліп кетуіңізді сұраймын. Және лайк басып кетуді сұраймын. Себебі менің парақшамда түрлі қызықты әрі пайдалы видеолар шығып тұрады электрика жөнінде. Басқа да менің видеоларымда каналыма кіріп қарасаңдар да болады. Өте пайдалы электрика жөнінде видеоларымыз көп. Бүгінгі кезекті видеомызға кезек келіп тұр. Тақырыбымыз трансформатор. Трансформатор дегеніміз не? Ол қалай жұмыс жасайды, оған анықтама береміз. Және ол не үшін керек деген сияқты тақырыптарды қозғап қоямыз. Видео ұзақ болса да шыдамдылықпен қарап тамашаласаңыздар болады. Себебі видео ұзақ болғанмен де өте пайдалы ақпараттар көп ішінде. Шамам келгенше түсіндіруге тырысамын сендерге оңай жолмен. Трансформатор. Трансформатор дегеніміз не? Трансформатор дегеніміз айнымалы тоқтың кернеуін өзгертуге арналған арнайы электр құрылғы. Бұл арнайы электр құрылғының мақсаты жоғарғы кернеуді төмендету, болмаса төменгі кернеулерді жоғарылату. Көбінесе енді алынатыны жоғарғы кернеуді төмендетеді. Мысалға, біздің үйіміздің қасымызда трансформаторный пункт болады. Трансформаторный пункт, оның ішінде трансформатор орналасады, және де әртүрлі автоматты айырғыштар орнатылады. Бұл трансформаторға біздің тоқ таратушыдан кернеу, жоғарғы кернеу келеді. Біздің трансформаторымыз ол жоғарғы кернеуді төмендетеді, және төмендеткеннен кейін біздің автоматты айырғыштарымызға барады да үйлерімізге тарайды. Қазір енді біздер мысалға бір трансформаторды алайық, мен сізге түсіндіріп берейін, ол қалай жұмыс жасайтын. Мысалға алатын трансформаторымыз қазір мысалы 380 вольтты 220 вольтқа төмендетеді. Сіздің алдыңызда көріп тұрғандай схемада, бұл трансформатордың схемасы. Бұл схемада бірінші орамды көріп тұрсыз, первичная обмотка и вторичная обмотка, екінші орам. Және ортасында сызық тұр, бұл сызық сердечник болып саналады. Бұл орамда өзінің бастапқы орамы бар, және бітетін орамы бар. Начало, конец деп атайық. Орысшада начало, конец дейді обмотки. Және де екінші орамда да өзінің бастапқысы бар, және бітетін жері бар. Ол орамның. Ол орам деп тұрғанымыз бұл сердечникке оралады сым. Оралады да, оның бастауы болады, орал, және бітеді. Және оның екінші орамда да дәл солай. Сол үшін оны орам деп атайды. Бұл орам сердечникке оралады. Бұл схемада енді былай дұрыс көрінбеген, бірақ біз сізге сызып көрсетейін. Мысалға алайық. Міне, мынандай болып сызылады. Осындай сердечник болады. Осы сердечникке орам оратылады осылай. Первичкасы және вторичкасы. Ал мына схемада былайтып сызылғанды бұл сердечник негізінде осылай болып тұрады. Суреттегідей болып тұрады. Бұған сендер байқасаңдар, бұл первичкіде де және вторичкіде де бұл орамдарда бір-бірімен бұл орамдар тізбек деп алайық та. Бірінші орам тізбегі, екінші орам тізбегі. Бұлардың екі тізбектің ортасында ешқандай контакт жоқ, ешқандай жалғану жоқ. Бұлар бір-бірінен оқшауланып тұр. Байқасаңыз, ешқандай контакт жоқ. Яғни бір кернеу бірінші орамға келіп, екінші орамға тимейді. Сонда біздің кернеуіміз қалай өтіп тұр? Біздің кернеуіміз бұл жерде магнитті өріс арқылы өтіп тұр. Магнитный поле арқылы өтіп тұр. Егерде бір темірдің бойына сымды орасақ, даже темірдің бойына емес, сымды өстіп көп қол орап, оған кернеу берсек, одан магнитный поле пайда болады. Және ол магнитный поле екінші орамға магнитный поле арқылы электромагнит өріс арқылы өту керек. Ол екі орамды бір-біріне жақындатсаң, бір орамдағы кернеу келесі орамға кернеу болып өтеді магнитный поле арқылы. Бірақ ол кернеу жолда жоғалады.
оны жоғалмау үшін осы сердечникті пайдаланады. Сердечник бұл бірінші орамға кернеу берген кезде ой жақта пайда болған электро жағы поляны, магнитный поляны, екінші орамға сол сердечник бағыттайды. Ешқайыққа кетіп қалмасын, потеря болмасын деп. Бұл сердечник тек темір емес, обычный, қарапайым, электротехникалық металл, арнайы. Ферромагнитный сердечник деп атайды көбінесе. Ферромагнитный сердечник, бірақ бұлай көп кезде адамдар простой кезде обычный сердечник деп те атайды, обычный. Яғни сіз көргендей бірінші орамнан екінші орамға осылай сердечник арқылы магнит болып өтеді. Және де сендерге айтып кетейін, бұл жерде кернеудің желісі өзгермейді. Келгенде бастапқы кернеудің желісі, былай айтқанда герці, 50 герц болса, екінші жаққа өткен кезде дәл сондай 50 герц болып өтеді. Мысалға 25 герц болып келсе де, трансформатор оның герцін өзгертпейді. Дәл солай 25 герц қылып та өткізе алады. Мысалға алдымызда алынған трансформатор кернеу 380 вольт және 110 вольт. 380 вольт жоғары жақтан берілсе, төменгі жақтан екінші обмоткіден бізден 110 вольт шығады. Бұл төмендеткіш трансформатор. Типі OCM 0.63 оның мощності күш қуаты, алғашқы кернеуі және екінші соңында шығатын кернеу. Бізге схемасы осындай көрсетілгендей. Мана бұл схеманы да қарадық. Бұл жерде бірақ біз 380-ді 220 түрін қарадық. Қазір бұл дәл сол схема, просто 380-110 трансформаторымыз. Мына трансформаторда сіз көріп тұрғандай міне алғашқы бірінші орамы және екінші орамы. Орам деп жаңағы әр орамның өзінің бастапқысы, началысы бар және конеці бар, бітетін жері бар. Сол орам шықты да трансформатордан оралып, мына ішінде мынаяқтан шығады да, содан кейін барып оны орам деп сол үшін айтады. Екінші обмоткасы де выходы тоже сондай басталады, бітеді. Мына жерде біздің трансформаторымызда бірінші орамға начало және конец контактілеріне 380 берілсе, 380 вольт берілсе, демек екінші орам контактілерінен 110 вольт шығуы тиіс. Тағы не айтып кетуге болады. Мына жерде бұл трансформаторда орамы оралған жерде көрінбей тұр. Бұл жерде обмоткілер лаққа пропитанный болады, лаққа батады. Потом орал болғаннан кейін олардың сыртынан осындай лаққа пропитанный қағазбен жабады, чтоб обмоткілер зақым алып қалмау үшін. Мынау стержендер міне ферромагнитный жаңағы сердечник. Әртүрлі стержендерде мына суреттегідей, сіз көріп тұрғандай өйстіп жасалынады стержендер. Орамды да міне суретте көрсетіп қойдым сіздерге қандай болып оралатын негізде. Мына трансформаторға мысалы кернеу келеді, магнитный поле пайда болады, мына ферромагнитный стерженде оралып тұрған соң. И бұл ферромагнитный стержень, бұл магнитный поле арқылы, магнитті өріс арқылы мынаяқтағы жоғарғы кернеуді төменгі кернеуге өткізеді. Потерясыз ферромагнитный стержендер бағыттайды кернеуді мынаяққа қарай. Және де мана видеода айтып атқандай айтылмай кетті. Мына нәрсе айтылмай кетті. 380 вольт жағы орамы 110 вольт орам жақ бетіне қарағанда көбірек оралады. Мына бетте азырақ оралады. Сол себепті мынаяқтан жоғарғы кернеу берілсе, мынаяқтан төмендеу
вольт вольт кернеу шығады. Егер де 380 орамы оратылған орам саны мен төменгі екінші орамымызда да дәл сондай орам болған кезде бұл жерде кернеуіміз өзгермейтін еді. 380 берсек 380 шығатын еді. Бізде мына жерде төменде орам аз. Сол себепті кернеуіміз аз шығады. Егер де мысалға алайық, 380 вольттың орам санынан мына екінші орам жағының саны одан да көбірек болса, онда бізде 380 берген кезде мына жақтан 110 емес, бұл жақтан 380-нен де жоғары көп шығатын еді. Сол үшін орамға байланысты болады. Ал бұл кішкентай трансформатор. Дәл сондай жаңағындай. Бұл жерде уже анық көрінеді. Бір орам, екінші орам. Міне, бірінші орамның өзінің орамның басталатын және аяқталатын несі бар, сымы. Себебі біреу орам барады да, мына жерде оралып болып шығады, аяқталады. И екінші орамның да өзінің бастапқы басталатыны бар, ішіне кіреді, оралып шығады. Екі орам. И мынау сыртындағы сердечник. Сердечник тоже бұл жерде мынандай не істеген, тоже мынандай и мынандай. И сендер кішкентайыңызда мүмкін көрген шығарсыңдар, Ш-образный мынандай темірлер жататын еді. Ш сияқты. Бәлкім біреулер көрді, біреулер көрмеді, сондай. Бұл жерде біздің трансформаторымыз міне 230 вольт 50 герц, соны 6 вольтқа төмендетеді. Наглядно көрініп тұр міне. Осындай болады. Оның түрлері көп. Негізі сердечниктің дөңгелек болатын түрі де бар. Осындай түрі болады. Алдағы уақыттарда силовой трансформаторларды көрсетем, өте үлкен трансформаторларды қалай болатыны, олардың алдағы тақырыптарда бізде оның ішін көрсетем. Шама келгенше видеолар болса, міне. Видеомды қорытындылай айтқым келетіні, каналыма тіркеліп кетіңдер, лайк басыңдар. Себебі мен сендер үшін тырысып жүрмін. Шамам келгенше сендерге түсіндіріп, бүгінгі тақырыбымыз трансформатор болды. Трансформатор дегеніміз не, ол қай жерлерде қажет және ол қалай жұмыс жасайды. Болашақта алдымыздағы тақырыптарда да бұның қандай трансформаторлар бар екені, трансформаторларға қандай талаптар қойылады, екі трансформаторда параллельно жасатылу, жоғарғы кернеулі трансформаторлар, соларды да көрсетеміз, сондай тақырыптарды да өтеміз. Шамам келгенше сендерге түсіндіруге тырыстым. Мен каналыма тіркеліп кеткен кезде үстіндегі қоңырау кнопкасын басып кетсеңдер де болады, себебі жаңа видеоларым шыққан кезде сізге уведомление ретінде келіп тұратын болады. Рахмет сендерге, сау болыңыз.